тарихтағы шаған шайқасы 1750 жылдардың басында өткен. Қалмақ жағынан шайқасқа түскен Доржа, Ноян мен Арқауыл деген батыр болған. Сол Арқауыл батыры осы шаған шайқасында Қабанбай батырдың қолынан қаза тапқан. Бұл туралы Мәшһүр Жүсіптің еңбектерінде де, Құрманғали Халидтің еңбектерінде де анық жазылған. Және осы шайқаста ерекше ерлік үшін Қабанбай батыр дарабоз атанған, хан батыры атанған. Тарихи деректерге назар аударсақ, осы шайқастың алдында хан кеңесі өткен. Сол хан кеңесінде қандай әскери стратегиялық жоспармен қалмақтарға шабуылдаймыз деп кеңескен уақытта бірнеше стратегиялық әдіс тәсілдерді қазақ хандығының әскері қолданып жүрген ғой өз заманында. Сонда Үлкер жарық, 3-9, ай қораланды, қоян қашты, қаша ұрыс салу деген сияқты стратегиялық әдіс тәсілдерді қолданған. Міне солардың ішіндегі үлкен бір әскери стратегиялық тәсіл 3-9 деген әскери стратегияны осы шаған шайқасында Абылай хан мен басты батырлары Қабанбай, Бөгенбай батырлар келісе келіп, осы шайқаста қолданған екен. Ол жайында да осы тарихи деректерде айтылып қалған. Бір жаңағы қолды Қабанбай батыр бастасын, оның қосшысы осындай жырау, осындай би болсын. Екіншісін Барақ батыр бастасын, үшіншісін тағы бір батыр бастасын. Міне осылай үшке бөлінген топты 3 батыр бастап, оның соңынан жыраулар мен билер ұран салып, сол үйлестіру, бағыттау, жауға қарай әскерді үлкен жоспарын жүзеге асырған. Міне осы 3-9 әскери тәсілімен шайқасқан кезде бұл ерекше тәсіл. Алдымен барып, тобымен жауға ұрыс салып, соның кейін қайтадан қайтып сытылып шығып кетеді екен әскер. Сол 3 топта да солай қайталанады. Яғни бұл түске дейін бір топ әскер шайқасса, түстен кейін тағы бір тың әскер кіреді деген сөз. Сөйтіп үстінен төпелеп қайта-қайта ұрыс салып, жаңағы кезек алмасып кіретін 3 бағыттағы 3-9 әскермен кірген уақытта жаудың демі таусылып, күш қуаты сарқылып, жеңіліс табатын болған. Міне осы үлкен 3-9 әдісін, әскери тәсілді осы шаған шайқасында қолданған. Және Ақбоз атқа мініп, ерекше дара шауып, жауды қырып көзге түскен Қабанбай батыр осы уақытта дарабоз атанып, Абылай ханның өзінің жеке құрметімен барлық батырларынан оздың, сізді дарабоз атандырамыз, хан батыр деп атаймыз деп, осы үлкен шайқастан кейін сол дарабоз атанған тарихта қалған екен. Сол жөнінде тарихи жырда былай да айтылады: Қабанбай қандай болып ардақталды, Абылай риза болып басынан алып тәжін тақты, Еспенбетке оқалы зерлі шапан жапты дейді. Еспенбет кім? Бұл Еспенбет Қабанбайдың бір түмен әскерінің мыңбасы болған, садақшы мергендерді тәрбиелеп, соларды басқарған, ерекше садақ тартатын жауынгер тұлға болған. Осы Көкшетаудағы оқ жетпеске оқ тартып жеткізген адақ атанған батырда осы Еспенбет болатын. Адақ деген ол Абылай ханның берген үздік деген мағынадағы атауы. Сол қалмақ қызына жорықтан кейін батырлар таласып кезінде шарт қойған кезде қалмақтың қызы айтқан ғой: кімде-кім мынау биік таудың басына менің байланған орамалыма садақтың оғын тартып жеткізсе, соған тұрмысқа шығамын деп. Сол жаңағы шыңға, биік шыңға барлығы садақ тартқан кезде ешкімдікі жетпей, осы Еспенбеттің оғы жеткен екен. Ерекше садақ тартатын мерген, сол мергендер тобының қолбасшысы болған тарихи тұлға. Міне осы Еспенбет адақ атанып қалған оқ жетпес оқиғасымен тарихи жаңағы аңызда сақталған қазақ халқындағы ерекше бір батыр тұлғалардың бірі. Міне осы шайқасқа Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Олжабай батыр, Шанышқылы Бердіғожа батыр, Наурызбай батыр, кіші жүзден де Сайымбет, Бекназар, Жайылған деген батырлар келген екен. Тамадан Жайылған деген батыр келген.
Жетіру Телеуден Сайымбет Бекназар деген батырлар келген екен. Олар осы шығыстың жерінде бертінге дейін ұрпақтары өсіп өнген бала шағалары тұрып жатыр. Міне солардың көне көз қариялар бұрынғы ел ағаларынан сұрап жазып алған мәліметке назар аударсақ, Тама Жайылған батыр деген өте ерекше садақ тартатын, екпіні қатты, тегеурінді адам болған екен. Ал Сайымбет Бекназар деген батыр, бұлар да мықты кіші жүздің Жетіру Телеуінен келген, сол кезінде Абылай Қабанбайлардың шақыртуымен. Бұлардың кезінде аталары сол шекараны қорғауға Қабанбай батырдың ұсынысымен қалып, өсіп, өніп, осы күнде ұрпақтары сол Аягөз, Қарақол, қазіргі уақытта Алматы жағына дейін Өскеменде тұрып жатқан ұрпақтары бар. Яғни қазақтың жеріндегі мынау шайқас, Шаған шайқасы ерекше шайқас. Бұл жерде және 300-ден қатысқан батырлардың анық дәлелі. Арғынның екі көз таңбасы да бар, Таманың көлденең екі сызық таңбасы да бар, тігінен сызылған екі сызық қыпшақтың да таңбасы бар. Бұл жерде Шапыраштың да ай таңбасы бар, Ошақтың тұмар таңбасы бар. Барлығын өз көзімізбен көріп, көмескіленген, сондай жаңағы енді 3 ғасыр өткен шайқас орны ғой. Сол жерде қарап шыққанымызда анық 300-дің батырларының бірлігін көрсететін тарихи дәлелдерді көрдік. Яғни батыр бабаларымыз 300-дің батырлары қосылып келіп, Абылайдың туының астында осы Шаған шайқасында ерлік көрсетіп, мынау Баянауылдан, Қарқаралыдан жауды ығыстырғаннан кейінгі шайқас Шыңғыстаудың жерінде Шаған шайқасы болып өткен. Осы Шаған жерінде Доржы-Ноян Қабанбай батырдың қолынан қаза табады. Доржы-Ноян қашып шығады. Сол Шаған қолымен қашып шыққан кезде Шаған өзенін бойлап қашқан екен. Бұл Шаған өзені Шыңғыстаудан ағып, Шұбартауға қарай доға тәрізді иін болып барып жаңағы кететін өзен тармағы. Сол Шаған өзенін бойлап қашқанда Шұбартауға шығатын жақта Кеңаша деген жайлау бар. Сол Кеңаша жайлауында да көне көз қариялардың айтуы бойынша осы күнге дейін сол тас қорымдар, қазақ батырларының таңбалары жерленген қорымдар бар екен, естіп сұрастыруымыз бойынша. Яғни бұл сол Доржы-Ноянның Шаған өзенін бойлап қашып, Аягөзге қарай өткендігін көрсетеді. Сол Аягөзге өткен кезде, Көгілдір тауының етегінде жеткен кезде, бұның соңынан қуып жеткен Барақ пен Ержанбектің әскері болды дейді. Сол Барақ пен Ержанбектің әскері 2 күн қақтығысып, ақырында Доржы-Ноянның әскерін талқандады дейді. Сол ызаға, ашуға булыққан, ақырында әскерінен айырылған Доржы-Ноян аттан секіріп түсіп, өзінің кеңірдегін пышақпен кесіп жіберіп, сол жерде жан тапсырды дейді. Яғни бұл тарихи шайқас сол Шаған Шыңғыстау жерінен басталып, Аягөз Көгілдір тауы, Аягөз өзен бойында аяқталған деп айтуға болады. Осы Аягөз шайқасында, Шаған шайқасында ерлік көрсеткен жас батырлардың бірі көзге түскен тобықты Тоқтамыс батыр болған. Сол 20 жасар Тоқтамыс батыр Абылай ханға келіп, сол стратегиялық жоспар хан кеңесі өтіп жатқан кезде дат тақсыр деген екен. Ал датың болса айт деп жаңағы сұраған кезде, хан ием, мынау қалмақтың жағы басым сияқты, бұлардың зәре-құтын қашырып рухын түсіру үшін біз түйелерге, атқа, қос арқан қанжығаға байлап, топ қараған сүйретіп шабайық. Сонда шаң аспанға көтеріліп, ерекше жаңағы бір дүркірепке атқан әскердің көрінісін көрсетеді. Сол шаңды жорық деген әскери тактиканы қолданайық, сөйтіп жаудың жаңағы мысы басылып құты қашсын деген екен. Бұл айтқаның ақылға қонады екен, солайда жасауға кірісіңдер деп Абылай хан тапсырма берген екен. Міне осы бір жағынан Шаған шайқасы, екіншіден шаңды жорық шайқасы деп аталып тарихта қалған. Ол жөнінде Шәкір Әбеновтің Тоқтамыс батыр дастанында хатталып жазылған. Ол дастан Шәкір атамыз кезінде Тоқтамыстың көне көз қария болған ұрпақтарынан және ел ағаларынан жазып алып, соны дастан қылып, жырлап, тарихқа хаттап кеткен болатын. Міне осындай қазақ батырларының ерекше
тегеурінді және әскери стратегияны сол уақытта қолдануына байланысты жауды жапырып жеңетін керемет әдіс тәсілдері болған. Осы шаған шайқасы әлі де толық зерттелмеген, көп айтыла бермейді, көп халықта бұл жөнінде толық ақпарат білмейді. Сондықтан аз да болса осы зерттеуді халық назарына ұсынып отырған жайымыз бар.